Айгүл есімді әйелдің өмірі өзгелерден ерекше еді. Оның тағдыры оңай болмағанымен, ол күресуден ешқашан бас тартқан емес. Бұл оқиға оның қайсарлығы мен аналық махаббаты туралы. Айгүл ауылдың қарапайым отбасында өсті. Ақ көңіл әрі адал еді. Мектеп бітіріп қалаға оқуға түсті. Жастық шақтың албырттығымен жігітпен танысып, оған ғашық болды. Жігіт Сәкен есімді кәсіпкер болатын. Ол Айгүлге махаббат уәде етіп сеніміне кірді. Бірақ бұл махаббат Айгүлдің өмірін түбегейлі өзгертті. Сәкеннің заңсыз істермен айналысатынын Айгүл тым кеш білді. Бір күні оның ісіне қатысы бар деп Айгүлді де қамауға алды. Жанайқайын ешкім елемей, оны бірнеше жылға соттады. Айгүлдің түрмедегі өмірі ауыр басталды. Ол өмірінде ешқашан мұндай жағдайға тап болмай, бар болғаны тағдырына налитын. Күні бойы төрт қабырғаға қарап, жалғыздықпен күресті. Бірақ бір күні өзін әлсіз сезініп дәрігерге барды. Сонда ол жүкті екенін білді. Бұл хабар оны екі-үшті сезімге бөледі. Бір жағынан ол қуанса, екінші жағынан болашақ баласының түрмеде туылатынына жаны ауырды. Ол өзін кінәлі сезініп, баласына қандай өмір сыйлайтынын ойлап, көз жасына ерік беретін. Бірақ осы сәтте ол өзіне бір шешім қабылдады, қандай жағдай болмасын, баласы үшін күреседі. Түрме қабырғалары арасында Айгүл баласын күтіп жүрді. Ол бар күшімен өзін күтті, денсаулығына назар аударды. Қасында тек басқа сотталған әйелдер мен түрме қызметкерлері болды. Олар да оның жағдайына аяушылықпен қарап, қолдау көрсетуге тырысты. Күндердің бір күні толғағы келіп, түрменің медпунктінде ұлы дүниеге келді. Оның есімін Нұрсұлтан деп қойды. Бұл есім Айгүл үшін жарық сәуле мен үміт дегенді білдіретін еді. Балақайдың кішкентай алақандарын көргенде Айгүл өз өмірінің жаңа мәнін түсінді. Айгүлдің түрмедегі күндері Нұрсұлтанның арқасында жарқырап, ерекше мағынаға ие болды. Ол ұлын тәрбиелеп, оған махаббатын сыйлады. Түрме қабырғалары арасында өмір сүргенімен, Нұрсұлтан үшін бұл қоршаулардың жоқ екенін сездіруге тырысты. Айгүл уақыт өте жақсы тәртібімен көзге түсіп, мерзімінен бұрын босауға мүмкіндік алды. Бірақ түрмеден шыққан соң да оны қиындықтар күтіп тұрды. Қоғамның көзқарасы, жұмыс табудың қиындығы, баласын жалғыз өсіру, барлығы Айгүлге ауыртпашылық әкелді. Бірақ ол әр қиындыққа төтеп берді. Нұрсұлтан үшін жақсы өмір құруға тырысып, күндіз-түні еңбек етті. Қарапайым жұмысшы болып жұмыс істеп жүріп, ұлын мектепке берді. Ол Нұрсұлтанның ештеңеден тарлық көрмей өсуін қалады. Жылдар өтті. Нұрсұлтан ақылды әрі қайсар бала болып өсті. Ол анасының басынан өткен қиындықтарды түсіне отырып, оны әрдайым қолдап, қорғап жүрді. Университетті үздік аяқтап, жақсы мамандыққа қол жеткізді. Ол әрқашан анасына қарап, оның қандай күшті әрі мейірімді екенін үлгі тұтты. Бір күні Нұрсұлтан Айгүлге: «Анашым, сенің маған берген тәрбиең мен махаббатың үшін мәңгі алғыс айтамын. Сен менің өмірімдегі ең мықты адамсың», деді. Айгүлдің жүрегі мақтанышқа толды. Оның барлық қиындықтар мен қайғысы ұлының жетістіктерін көрген сәтте жоғалып кеткендей болды. Айгүл мен Нұрсұлтанның өмірі бірте-бірте түзеле бастағанымен, тағдырдың сынақтары бітпеген. Нұрсұлтан университетті аяқтаған соң жақсы жұмысқа орналасып, анасына қолдау көрсетті. Бірақ Айгүлдің жүрегінде үнемі бір алаңдау бар еді, оның түрмеде болғанын, ұлының болашақ өмірі қалай қабылдайды деп уайымдайтын. Бір күні Нұрсұлтан жұмыс орнындағы әріптестерімен сөйлесіп отырғанында, оның анасы туралы әңгіме шығып кетті. Әріптестерінің бірі ойланбастан: «Түрмеде босанған ананың ұлы екенсің бе?» деп сұрады. Бұл сөздер Нұрсұлтанның жүрегіне ауыр тиді. Ол үндемей, басын изеді. Бірақ сол сәтте оның ішінде толқыныс пайда болды. Ол анасының қандай қиыншылықтардан өткенін жақсы білетін, бірақ қоғамның мұндай қатыгездігі оған ауыр соққы болды. Кешке үйге келгенде Нұрсұлтанның жүзінен біртүрлі көңілсіздік байқалды. Айгүл оны байқап: «Балам, не болды? Бір нәрсе мазалап тұрма?» деп сұрады. Ұлы сәл үнсіз отырып, былай деді: «Анашым, мен сіздің қандай мықты адам екеніңізді білемін. Бірақ адамдар сіздің өткен өміріңізді бетіме басып, мені мазақ қылып жатыр. Кейде қоғамның қаталдығына төзу қиын», деді. Айгүлдің жүрегі шымырлап кетті.
Бірақ ол сабырлы түрде ұлына жақындап: «Балам, адамдар әрқашан бізді сынайды. Олар біздің өткенімен өмір сүріп, қателіктерімізді ұмытпайды. Бірақ біз өзімізді сол сынақтардың құрбаны ретінде көрмеуіміз керек. Мен өз өмірім үшін өкінбеймін, өйткені сен менің өмірімнің ең үлкен сыйсың. Саған бір өтінішім бар, адамдардың айтқанына көңіл бөлме, өз жолыңмен жүр» деді. Бұл әңгіме Нұрсұлтанға үлкен ой салды. Ол анасын қайтадан мақтан тұтуға бел буды. Келесі күні жұмысқа барғанында ол әріптесіне: «Иә, менің анам түрмеде босанды. Бірақ ол мен үшін ең керемет ана, өйткені ол барлық қиындықтарға қарамастан мені өсіріп, маған махаббат пен тәрбие берді. Мен анаммен мақтанамын», деп ашық айтты. Бұл батылдық әріптестерін таң қалдырды. Олар Нұрсұлтанның адалдығын көріп, оны бұрынғыдай емес, терең құрметпен қарай бастады. Айгүл мен Нұрсұлтанның тарихы ауылда, қалада, кейін бүкіл елде танымал бола бастады. Журналистер Айгүлдің оқиғасын естіп, оны сұхбатқа шақырды. Ол өз басынан өткен қиындықтарды баяндап, түрмеде босану туралы қоғамдағы стереотиптерді бұзуға тырысты. Әрбір адам қателеседі. Бірақ ең бастысы қателіктен сабақ алып, өмірді жақсы жаққа өзгертуге тырысу. Менің ұлым, менің екінші мүмкіндігім. Мен оның арқасында өзімнің адам екенімді қайта сезіндім, деді Айгүл теледидардағы сұхбатында. Бұл сұхбат көптеген адамдарға шабыт берді. Қоғам оның батылдығын мойындап, оның өмірі өзгелерге үлгі болды. Айгүлдің өткен өмірі оны ешқашан тоқтата алмады. Ол өмір бойы күресіп, баласына жақсы өмір сыйлады. Ал Нұрсұлтан анасының құрметіне қайырымдылық қорын ашып, қиын жағдайға тап болған әйелдерге көмек көрсете бастады.